Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын үй жағдайында Наполеон тортын жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы сүтіміз қажет болады. Сүттің үстінен бір жұмыртқаны салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте жарты шай қасық соданың үстінен кішкене ғана уксус қосамыз да барлығын жақсылап араластырамыз. Келесі біз бөлме температурасында ерітілген немесе осылай микроволновкада ерітіп алған сары майымызды қосып, бір келкі етіп араластырып шығамыз. Енді біз осы массаның үстінен керегінше ұн салып аламыз да, қолға жабыспайтындай етіп, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Міне бізде қолға жабыспайтындай өте жұмсақ қамырымыз дайын болды. Осылай дөңгелетіп алып, бірнеше бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Описание бөлімінде керекті мөлшермен барлығын жазып қалдырдым. Сол жерден қарай аласыздар. Дәл осы мөлшермен менде 10-12 корж шығатын болады. Міне осылай дәл видеода көрсетілгендей бөлшектерге бөліп алғаннан кейін барлығын осылай біртіндеп дөңгелетіп қоятын боламыз. Бөлшекке бөлінген қамырларымызды біртіндеп барлығын оқтаудың көмегімен жайып аламыз да, табамызға салып аламыз да, осылай формочканың көмегімен 22 сантиметр етіп дөңгелетіп кесіп шығатын боламыз. Және осылай вилканың көмегімен кішкене тесіп, духовкада 220 градуста 8-10 минуттай пісіріп алатын боламыз. Енді біз ортасына жағатын кремін дайындайтын боламыз. Бұл бізде заварной крем деп аталынады. Бірінші ең алдымен осылай табамызға сүтімізді құйып қайнатып аламыз да, бөлек ыдысқа 2 жұмыртқаны салып, және оның үстінен қантымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Қайнаған сүтіміздің үстінен жаңағы араласқан қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап салып алып, жылдамырақ араластырып алатын боламыз. Келесі кезекте крахмалымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массамызды баяу отта қойып, осылай біртіндеп астын араластыра отырамыз. Міне осылай біртіндеп қоюлана бастайды. Соңына қарай креміміз дайын болған кезінде сары майымызды қосып араластырып аламыз да, кремді оттан алып, осылай суытып қоятын боламыз. Барлығын дайындап алғаннан кейін тортымызды жинауға кірісеміз. Осылай корждарымызды біртіндеп алып, осындай кольцаға жинайтын боламыз. Сол кезде барлық жері тегіс болып жиналынады. Осылай бірінші бір коржымызды алып, салып аламыз да, үстінен кремімізді жағып, барлық шетіне жететіндей етіп, біртіндеп тегістеп жағып шығамыз. Осылай рет-ретімен барлығын біртіндеп жағып, арасына салып шығатын боламыз.
Барлығы біткеннен соң осылай кольцамызды алып аламыз да жан жағының барлығын крем жағып тегістеп шығамыз. Бір коржымызды осылай үгітіп алып, немесе жан жағынан қалған корждардың үгітінділерімен осылай барлығын езіп аламыз да бетіне, жан жағына сеуіп шығатын боламыз. Осылайша біздің тортымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Ешқандай да көп зат шығындалмайсыздар. Егер де менің осы видеом сізге ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып, мені қолдап кетіңіздер.